Саламатсыздар ма, құрметті Қазақ Про 7 YouTube арнасына келген оқырмандар және көрермендер. Мен бүгін сіздерге TikTok-тағы стримдағы қызықты нәрселерді көрсететін боламын. Ең алдымен TikTok-қа кіресіздер және төмендегі плюс батырмасын басасыздар. Сол жерде камера, сосын темы және стрим деген жазу болады. Ол стрим деген жазу сіздер тек қана 1000-нан асқанда ғана, 1000-ға жеткенде ғана шығады. Если сіз 1000-нан астыңыз, бірақ сізге әлі стрим шықпаса, TikTok-қа обновление жасап жіберіңіз. Начать эфирді басасыздар. Сосын бұл жерде барлықтарыңыз байқайтын шығарсыздар, Бауыржан аға жаңағыдай адамдарды тіркеп жатады ғой. Сол кезде артқы фонда фото қойып отырады. Оны қалай жасайды? Ол үшін мына жердегі карандашты басасыздар және эффекті деген бар, соны басасыздар. Және в тренде дегенді басасыздар. Осы жерде сізге қаншама түрлі эффекттер дайындап беретін болады. Мысалға, мына жерде жүректер тұрады деген сияқты да. Мына жерде жылтырақтар тұрады. Мына жерде қар бар деген сияқты әр түрлі режимдері бар. Неке осылайынан қар жауып тұрады. Өздеріңіз басып көрсеңіздер болады. Енді жаңағындай конференция жасағыңыз келсе, эфирда отырып, мына жерге бірінші және екінші төмен жақтан санағанда бірінші, екінші, үшінші қатардағы үшінші мәзірде тұрған андай суреттің несі бар ғой, суреттің заты тұрды, астында стрелка тұр, соны басасыздар. Сол кезде мына жерде қалаған суреттеріңізді таңдай аласыздар. Мысалға, қазір менсін кешіресіздер, мына бір суретті қоясыздар, мінекей осылайынан артыңызға. Ал осы екінші қатардың бірінші мәзіріне барсаңыз, осылайынан тұрады. Камераны былайынан өзіңізге қарай айналдырып жібересіз. Мінекей. Сонда осылайынан сіздерде эффект пайда болады. Осының барлығын біліп, қарап, стримдарыңызды, эфирларыңызды қызық өткізіңіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Эфирларыңызға сәттілік. Осы парақшаға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.